Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Қыстың қыраулы суығында үйде отырып, дәмді болып шығатын асқабақтан манты дайындайтын боламыз. Достар, видеоны аяғына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып қойыңыздар. Бірінші қамырымызды илеп қояйық. Бір жұмыртқаның үстінен тұзымызды, суымызды құйып, керегінше ұнымызды салып, жұмсақтау етіп, қатты қылмай қамырымыздың басын біріктіріп илеп қоямыз. Қамырымыздың июі жақсы қануы үшін 3-4 рет қайтара илеп, пакетімізге салып 20 минуттай қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша ішкі салмаларын турап дайындаймыз. Ішкі салмаларымызды турап болдық. Енді дәміне қарай тұз, қара бұрышымызды, сұйық майымызды құйып, араластырып аламыз. Қамырымызды бөліктерге бөліп алдық. Енді жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып алып, бөліктерге бөлдік. Енді ішкі салмасын салып, дәл видеодағыдай етіп түйіп шығамыз.
Түйілген дайын болған мантилерімізді мантиваркамызға орналастырып, жай отта 45 минутқа пісіріп аламыз. Достар, асқабақтан жасалған мәнтіміз дайын болды. Міндетті түрде сіздерде жасап көріңіздер. Өздеріңіздің қалауларыңызша үстінен подлив дайындап, немесе осындай сәбіз салаттарын салып жесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға үлкен рахмет.